Әлемді өзгертетін бір ғана күш бар. Ол білім. Нельсон Мандела. Егемендік алған тәуелсіз Қазақстанның әлемдік өркениетке жетудегі бірден бір дара жолы білім жүйесі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бүгінгі күні адам капиталы дегенміз. Адамның бойындағы білімі қазіргі табысты ел болуға қарышты қадам жасаған кезеңінде өзге озық елдермен иық тірестіре тұрып, әлемдік деңгейдегі озық білім мен тәжірибелерді меңгеріп, бәсекеге қабілетті болу, өзінің жетістігінде ел игілігі мен қоғамның пайдасы мен ілгерілеуіне жарату деп атап көрсетті. Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру жолдауында 2019 жыл жастар жылы деп жарияланды. Мені басшылық сатыға жеткізген әр жылдармен уақыттың өзіндік үлесі бар. 1997 жылы Жамбыл педагогикалық институтының филология факультетін ойдағыдай аяқтап, еңбек жолымды Тараз қаласындағы номер 30 орта мектебінде мұғалім болып бастап, білікті де білімді жастар тәрбиелеу ұстаздың міндеті екенін анық сезіндім. 1998-2017 жылдар аралығында қаламыздағы 30-53 орта мектептерде директордың тәрбие, оқу-тәрбие, ғылыми әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары қызметтерін атқардым. 21 ғасырда жан-жақты дамыған білімді өз ісіне және өзгенің ісіне әділ баға бере алатын, өзіне сенімді азамат тәрбиелеуді алдына мақсат етіп қойдым. Осы мақсатқа жету жолында еңбек етіп және сол еңбектерімді бағалап, бірнеше республикалық, облыстық, қалалық құрмет грамоталарымен, алғыс хаттар, сертификаттармен марапатталдым. Баспасөз беттерінде бірнеше мақалалар жариялап, 4 әдістемелік құралдардың авторы, 16 ғылыми практикалық конференцияларда тәжірибеммен бөлістім. 2017 жылдың 1 ақпанынан Бауыржан Момышұлы атындағы 45 қазақ классикалық гимназиясына директорлық қызметке келдім. Басқарудағы жаңа жол, оның ішінде жаңа ұжымды басқару, танып білу, көп ізденуді талап етті. Кәсіби даярлық шеңберімді кеңейтуде 2014 жылы Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың бірінші ілгері деңгей бағдарламасын, 2017 жылы орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру бағдарламасын меңгеріп, білімімді жетілдірдім. Білікті мұғалімдерден топ құра отырып, мектептің даму жоспарын жасадық. Жоспар жасау алдында оқушылар мен ата-аналар, ұстаздар тарапынан алынған сауалнамалар нәтижесіне жүгіну арқылы 3 тараптың пікірін ескердім. Гимназия жағдайында оқушылардың зерттеу мәдениетін жобалық іс-әрекет арқылы дамытудың педагогикалық аспектілері тақырыбында жасалған даму бағдарламасы аясында гимназияның жұмыстық оқу жоспарына жаңа курстар енгіздім. Оқушылар гимназияда тек білім ғана емес, тамаша тәлім-тәрбие де алады. Тәрбие жұмысында оқушылардың зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру үдерісі жалпы 3 бағытта жүзеге асырылды. Арнайы пәндер, қосымша білім беру жүйесі және түрлі әлеуметтік жобалар арқылы. 2018 жылы қазанда Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы ұйымдастырған білім берудегі инновация, ізденіс және шешім тақырыбындағы 5-ші халықаралық ғылыми практикалық конференцияға мектепті басқару тәжірибеме байланысты ғылыми баяндама, 2019 жылы наурызда Тараз қаласы мектептерінің басшыларына арналған жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында жобалық іс-әрекетті ендірудің мәселелері, шешу жолдары тақырыбындағы семинарда директорлық қызметте түйген кәсіби тәжірибені өзгелермен бөліссем, ресурстық және жетекші мектеп ретінде серіктес қаланың 12 мектебіне үздіксіз оқыту, үйрету семинарлары арқылы жүргізіп келемін. Мектептің көрсеткіші оқушылардың жоғарғы оқу орындарында грант иегерлері, білім сапасы, түрлі байқаулар мен олимпиадаларда жеткен жетістіктермен өлшенеді. Соңғы 2 оқу жылында мектеп түлектерінің 82% мемлекеттік гранттар иеленсе, биылғы оқу жылы гимназия оқушыларының білім сапасы 72%-ді құрап, оқу үлгерімі 100%-ді көрсетеді. Жалпы гимназия оқушыларының 1225-і түрлі деңгейдегі әртүрлі бағыттағы байқау конкурстарда жүлделі орындардан көрінді. Рухани жаңғыру табысты ел болуымыздың кепілі. 2017 жылы қазан айында мектеп түлектерінің демеушілігімен мәңгілік ел білім мен тәрбие орталығының ашылуына ұйытқы болып, 2018 жылдың ақпан айында рухани жаңғыру кабинетінің ашылу салтанатын ұйымдастырып, ұзақ науқастан көз жұмған оқушымыз Тұрғанов Аружанның «Аружаннан аманат» кітабына сиясы кеппей кеткен өлеңдерін жинақтадым. 32 жылдық тарихы бар гимназияның жеткен жетістіктері мен табыстарын заманауи үлгіде баршаға жеткізу мақсатында 2017 жылы виртуалды мектеп мұражайын құрастырып, Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының 1-ші дәрежелі дипломмен облыс мектептерінің арасындағы рейтингтік көрсеткіш бойынша инновация режиміндегі мектеп ретінде танылып, республиканың 100 үздік мектеп мекемелерінің бірі болуы баршамызға үлкен мәртебе болды. Елбасымыз айтқан ұлттық кодымызды сақтай отырып, жаңа мыңжылдықтар міндеттейтін межеге болашақ ұрпақ тәрбиелейтін мәртебелі мамандықтың иесі екенімді бір сәтте естен шығармақ емеспін.